Барлықтарыңызға сәлем достар. Бізде скоро жаңа жыл, сол үшін бірнеше жаңа жылға арнап турнир болуы мүмкін. Сол турнирларға мен 5 кеңес бергім келеді. Бірінші кеңес, турнирдің алдында сіздер бір күн бұрын кішкене дайындау және выспаться етіп алуыңыз керек. Бұл өте маңызды. Себебі, егер де сіздер ояу болсаңыздар турнирде, ол сіздің тактикаңызға, ойлауыңызға мешать етеді. Және де таңертең тұрып, ерте тұрып қайтаудың қажеті жоқ. Bir күн бұрын дайындап алсаңыздар болады. Таңертең шаршалып турнирға баруға болмайды. Екінші совет. Сіздер өзіңіздің партияларыңызды ойнап, оған анализ жасаңыздар турнирға дейін. Қай жерден ошибка жасадыңыз, турнирдан кейін де өздеріңіздің партияларыңызды жаттап алып, турнирларға соларды үйге келіп анализ жасаңыздар. Келесі турнирға жақсы дайындалу үшін. Өздерінің қай жерде ошибка жасаған, қай жерде дұрыс ход жасау керек екенін білетін боласыздар. Мысалға, сіз бір жерде дұрыс емес ход, бір фигураңызды жерді өтетіп алсаңыз, келесі жол жерді өтетпейтін боласыздар. Сол үшін өздеріңіздің партияларыңызда анализ жасап жүріңіздер. Осыны сіздерге айтқым келді. Үшіншісі, сіздер бірінші турнирға барып отырсаңыздар, онда уайымдамаңыздар. Өзіңіздің ойыныңызды жинадыңыздар. Мен турнирімде де бірінші кішкене өзіме сенімсіздік болған, бірақ та соны жеңіп, мен ол бірінші турнирімді ұтқам. Мен бірінші турнирдің 5-ші разрядқа қарсы болған. Сол жерде 3-ші орын алғам. Осылай ешқашан алаңдамаңыздар. Ұтылып қалсаңыздар ештеңе етпейді, келесі жолы ұтатын боласыздар. Главное, сіз опыт жинайсыз және өзіңіздің қандай деңгейде ойнайтыныңызды түсінесіз. Және 4-ші совет, өзіңіз бірнеше задача шешесіңіз. Және де ыңғай задачалар не үшін көмектеседі? Сіз керек емес деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ та задачада түрлі моменттар болады. Мысалы, ойында түрлі позицияға кездеседі. Задачада да түрлі позицияда саған жақсы ход жасау керек. Бір жерін дұрыс істемесең, қайттан жасап көру керек. Ол задача сенің внимательнығыңды күшейтеді. Және де бірнеше күн демалып, бір күн қалғанда дайындалу тоже болмайды. Заранее қай күн боласын білдің, сол күннен бастап уже дайындала беру керек. Енді 5-ші совет. Бұл көбінесе сіздер көп жаттығу керексіздер. Өздеріңізге уверен болу керексіздер. Және де егер де сіздің аға, әпке, тәтелеріңіз или папаларыңыз күшті шахмат ойнаса, сұраңыздар, сол опыт жинаңыздар ойнап. Сөйтіп, или бірнеше шахмат курсқа баруды күшейтіңіз, или ютубтан қараңыздар түрлі ловушкаларды. Егер де сіздің ловушкаңыз келмей қалса, ештеңе етпейді. Ол үшін сіз только ловушкаларды емес, мен ағам үйреткен түрлі позиция болып қалса, не істейтін туралы. Сөйтіп те сіздер де үйреніңіздер. Сондай 5 совет айттым. Барлықтарыңызға көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Егер де видео ұнаса, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Менде бірнеше видео шығады жақын арада. Сондықтан өткізіп алмаңыздар. Өткізіп алмау үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.